Сабаққа кетіп жоғалу, 8 жыл қамауда отыру, ұру, соғу, жақсы жоспармен қашып кету, бар әлемге танылу. Бұның бәрі бүгінгі видеомыздағы Наташа Кампуш есімді қыздың мәңгілік есінен кетпес оқиғасы. Барлықтарыңа сәлем. Видеомыз басталмастан бұрын лайк басып, осы видеоға әдеттегідей 3000 лайк жинап тастайық. Оған қоса, осы жылдың соңына дейін 50 мың жазылушы санына жетуге көмектеріңізді көрсетсеңіздер екен дейміз. Ендеше, сіздермен бірге QRF ұжымы бүгін біз Наташа Кампуштың оқиғасын қысқаша баяндап береміз. 1998 жыл, 2 наурыз күні. Аустрияның Вена қаласында 4-ші сынып оқушысы Наташа Кампуш үйден мектепке қарай шығып, қайта оралмайды. Негізі, күнделікті оны сабаққа анасы апаратын еді. Дәл сол күні, мен уже үлкейдім, өзімде бара алам деген шешім қабылдайды. Анасы Бригитто Сирни балконнан қарап, қызын көзімен шығарып салады да, өз жұмыстарымен айналысып кетеді. Сабақ аяқталды. Наташаның үйге келетін уақыты болды. Бірақ ол жоқ. Наташа үйіне себепсіз кешігіп көрмеген еді. Сол сәтте анасына мектептен қоңырау келіп, Наташа мектепте де болмағанын естиді. 10 жасар қызды полициялар мүмкін деген жерлердің бәрінен іздестірді. Істі зерттеу барысында күдікті ретінде алғаш Наташаның ата-анасы алынды. Өйткені қыз 5 жаста болғанда олар ажырасып кеткен еді. Осыдан соң әкесі де, шешесі де оған мейірімді көзбен қарамады десек те болады. Наташа анасымен тұратын болған. Бірақ анасы қатал болып, қызға ұрсып, қол көтеруге дейін барған. Осы жағдайлардан соң полиция анасы қызды өлтіріп, денесін тығып қойған деген болжам жасайды. Детективтер қанша болжам жасағанымен қыз жердің астына кіріп кеткенде қайдан іздесе де табылмайды. Полицейлер неше күн бойы іздеп, ақыры қош болды деп жатқанда, кенеттен бұл іс бойынша куәгер бар болып шығады. Сол күні, сол көшемен мектепке Наташадан үлкендеу қыз бара жатады. Бір кезде бір жігіт Наташаны көтеріп, ақ фургонға салып алып кетіп қалады. Полицейлер Австриядағы бүкіл ақ фургондарды іздеп, 700 шақтысын табады. Солардың арасында техник Вольфганг Прикропил деген қылмысты жасаған адам да бар еді. Ол полиция келгенде өзін қарапайым ұстап, үйін көрсетіп, ақ фургонмен құрылыс материалдарын тасып жүргенін айтады. Сол күні сен қайда болдың деген сұраққа Вольфганг нақты жауап бермейді. Солай полицейлер көлікті суретке түсіріп кетіп қалады. Арадан уақыт өтіп, Наташа Кампуштың жоғалуы тек қана Вена қаласын емес, бүкіл Австрия халықтарына жетеді. Арадан 1 жыл өтті. Барлығы бұл жағдайда естен шығарды десек те болады. Тек анасы ғана әлі де қызының қайта оралатынына сеніммен қарады. Осылай арадан 8 жылдай өте шықты. 2006 жылдың 23 тамызы күні осы іске байланысты 2 бірдей оқиға орын алады. Түске таман 71 жасар Инга есімді кемпірдің үйіне жүдеп кеткен арық бір қыз келеді. Қыз одан көмек сұрап, полиция шақыруын өтінеді де, мен Наташа Кампушпын дейді. Онымен қоса, сол күні кешкісін біреу пойыздың астына түсіп, өз-өзіне қол жұмсағаны белгілі болады. Сөйтсек бұл 44 жастағы Вольфганг Прикропил екен. Полициялар солай қылмыскердің үйін тінтімекші болады. Ең сұмдығы гаражда екен. Іштегі бір шкафтың артында жасырын есік болған. Ол жаққа сырттан жарық та түспейді. Арнайы вентиляцияның көмегімен ауа айналады екен. Наташа осындай кішкентай ғана бөлменің ішінде 8 жыл өмір сүрген. Ол сұхбаттарында қашып шығу үшін уақыт қажет екендігін түсінгенін айтады. Біраз уақыттан соң Наташа Прикропилмен қарапайым ғана сөйлесе бастайды. Мерекелерді де бірге тойлайтын болған.
Соның арқасында сауда орталықтарына, тіпті тау шаңғысы курортына да барады. Бірақ Прокопий қыздан қайда барса да көзін алмай жүреді екен. Наташа қашып кететін күні Прокопий көлігін сатпақшы болыпты. Солай Наташаға көліктің салонын жууды тапсырады. Өзі телефонмен сөйлесіп, шудан қашып үйге кіріп кетеді. Наташа бұл үлкен мүмкіндік екенін аңғарады. Оған қоса қақпада ашық тұрған еді. Солай Наташа қашып, көзіне түскен алғашқы үйге кіріп, көмек сұрайды. Наташа Кампуштың биографиясында осы оқиға өте аянышты да қорқынышты оқиға. Босқа құртылған 8 жыл. Балалық шақтың кермек дәмін енді татқалы жатқанда осындай сәт келген еді. Наташаның батылдығы өз оқиғасын ешкімнен жасырмай, көптің алдына жария етуі еді. Бұндай жағдайды ешкімнің басына бермесін. Бірақ басқа біреу болса, адамдардан жасырынып, көшіп, жаңа өмір бастауға тырысатын еді. Оған қоса, Наташа бұның бәрін жай ғана айтып қана қоймай, материалдық пайда тапты десек те болады. Наташа барлық интервьюлерін белгілі бір суммаға келісіп беретін еді. Сонымен қатар өзінің оқиғасына қатысты 2 кітап жазғанын да айтқанымыз жөн. Осылайша видеомыз аяқталды. Лайк басып арнаға тіркелу арқылы бізді қолдап кетіңіздер. Әдеттегідей, осы видеоға 3000 лайк жинап тастайықшы. Бізде осымен осы. Ендеше, сіздермен бірге болған және әрдайым бірге болатын QRF ұжымы келесі видеоларда кездескенше.